Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Аида, сөзіңізді иә, болса ханым, жалпы мынандай нәрсе. Ең басында әділет үміткер болып келіп жүрді ғой. Сол кезде мен бір сөз айтқан болатынмын әділетке. Әділет негізі біздің Айгүл алаяқ дедім да. Ол сен қазір тұманнан шығарады да, соңында өзіне керек нәрсесін алғаннан кейін тұманға қайтадан кіргізіп жібереді дедім. Бірақ та мен қазір әділеттің осы күнге дейін істеп жүрген тірліктеріне қарап, мен ол ойымнан айнып отырмын да. Себебі бұл жерде әділет андай бір шынымен де өзінің махаббат үшін күресіп жүрген жігіт ретінде мен қатты сыйлап кеттім әділетті. Барынша, мысалы, Дубайға да барып жатыр, өтірік жұмысты сылтауратып болса да, бір қыз үшін Дубайға кетіп жатыр да осында. Түр жасап жатыр. Жоқ, ол түр жасаған емес, ол шынайы махаббаттың несі деп, бұл деп мен білемін да. Просто мен Айгүлге айтқым келген нәрсе мынандай. Просто алатын нәрсеңді сен Айгүл кәдімгідей алып алдың. Шынымен де Гүлжаннан алатын нәрсеңді алып алдың. Мен былай қарап тұрсам, жай ғана бүйтіп мелочьті айтайын, 100 ғана подписчикпен кеткен адам Дубайға кәдімгідей 170 подписчикпен қайтып келіп отыр да, статистикада кәдімгідей ұрып отыр. Бұл кісіден көп нәрсені алып отыр да, бірақ та бұл жерде тек қана біз статистика үшін ғана емес, шынайы бір махаббатты сезіну үшін және оны халыққа көрсету үшін отқан жандардың бірімізді. Сол уақыт келген сияқты Айгүл, просто сенің ішіңдегі мына жүрегіңмен сені миың екі жақта күресіп жатыр да, бірақ та сенің жүрегіңді больше былай әділет жаққа қаратай бұрып тастап жатсыңшы. Егер де саған әділет шынымен де ұнамайтын болса, шынымен де сен ол адамнан андай болады ғой, бір жақпайтын адам болады да, сөйлесе де ше, например, маған ондай адам жақпаса, мен аламда ол адамды бірден андай қара тізімге ендіріп тастаймын, чтобы ол маған қайтып келіп бір әңгіме айтса да, сөйлемеші маған деген сияқты мен сондай нәрсе істейтін едім. Бірақ Айгүлдің тарапынан ондай нәрсе болмайды. Мынандай сияқты просто әділетке бүйтіп, әділет мен саған повод беріп жүрген жоқпын дейді да, бірақ та бір поводтың бір ұшақтарын беріп қоятын сияқты әділетке, әділет сол нәрсеге бір ілініп жүрген сияқты. Енді осы күнге дейін біз енді всегда Тәуіржанды айтатымыз ғой, Тәуіржан, сен просто хайп үшін жүрсің, сен просто өзіңді көрсету үшін жүрсің деген сияқты әңгімелер айтатынымызда, бірақ та мен осы күнге дейін ойланып келіп, бұл жерде Тәуіржан емес, Айгүл соның бәрін жасап жүрген сияқты, және бір үштіктің буынан Айгүл шыға алмай жүрген сияқты көрінеді маған. Енді былай ғой, қараңызшы, сіз де айтып жатсыз, Ақерке де айтып жатыр, Айгүл, сен өзің деген мүмкіндік беріп отырсың ғой, егер де бұл жігітте мүлдем көңіліңіз болмаса, неге бұғаттап тастамайсыз, неге тоқтам қоймайсыз деген сияқты айтылып жатыр, сізге. Және де менің түсінгенім бойынша сіздер ортаға шыққанға дейін әділеттің позициясы қандай болды? Мен енді күреспеймін, мен енді дәл осы кісілермен жақсы қарым-қатынаста боламын деді. Бірақ және мен Дубайға Айгүл үшін барған жоқпын деді. Және жарнама уақытында жігіттер, мен сіздердің сөзге келіп қалғандарыңызды көрдім. Және де сіз айтып жатсыз әділет. Болған затты болды деп айтсайшы, Тәуіржан деп. Менің түсінгенім бойынша сіздің көзқарасыңыз былай болған сияқты. Сіздер сол кезде таңғы 5-те сыртта көрініп қалған кезде, бір-бірлеріңізді көріп қалған кезде татуласқансыздар бәлкім. Сөйлескенсіздер, адам сияқты қарым-қатынас болған, жақсы, дұрыс қарым-қатынаста болайық деп қол алысқансыздар. Ал қазір келген кезде ренжіп отырғанына, Тәуіржанның сізге қарай сөйлемей, Айгүлдің мүлдем басқа кейіпте отырғанына сіз қазір күйініп отырсыз. Мен осылай ма деп ойлап тұрмын. Не болды Дубайда? Андай да, мына жақта не хайп беріп жатсың дейді ғой. Егер де мен осы уақытқа дейін орталарыңа түспеген кезде, может, болмайды. Ладно, Гүлжан, Айгүлің өзіңе бақытты болып кетіңдер, мен қуаныштым тағы айтам. И жаңа Дубайда не болды дегенде, оны көрдік қой, біздің жаққа келді ғой. 7-8 минут емес, біз жарты сағатта әңгіме айттық. Жарты сағатта Айгүлмен де біз жеке айтып алдық. Айттым, Айгүл өте күшті болып тұрсың, өте құлпырып, ертең қалай айтсам болады, жақсы кездесу эмоциялар беріп жатқан сияқты ғой. Мен қуанып отырмын деп, реально өзіне айтқам. Сосын Тәуіржанмен сөйлестім, брат, красавчик, анау мынау деп, өздерің болыңдар. И андай да маған жазды, бейтті сөйтті. Мен просто екеуін алылмағасын, стримдеп отқасын, екеуіне енді почти жұп қой. Екеуі бәрін екі жақтан естіп отырдым. Ал мен Айгүлге келген, просто мен Дубайдамын деген сияқты. Ал былай да, мен Дубайдамын, давай осылай хайп жасайық, бүйтейік, ештеңе болған жоқ. Болды. Әділет, сіз мынадай нәрсе емес пе деп ойлап отырмын. Айгүлге жазғаныңыз, Айгүл қара, мен сен үшін Дубайға да бара аламын сенің артыңнан деген нәрсе. Жоқ, ондай емес. Ондай емес. Бұл бір қадам. Мен дәлелдемеймін. Егер де бардым, келдім, болды. Бұл екі жұптық просто мені андай қылып көрсетіп отыр. Қазір ұрыс бастаса мен екен, звондаса мен екен. Қызың ғой, қызыңа жаңа айтып отырсың ғой, алдында маған айтты ғой, аяулымға не істеп. Өзіңнің жігітіңмен дұрыстап сөйлес, бәрі. Қадір жоқ адам өзімен маяқта шақырылмаған, қонақ сыпырылмаған жерде отырады деген сияқты. Мен өзім жүрген адаммын.
мен как будто айтсам екен, Гүлжан маған билет алып берші, пожалуйста, мен жүрейінші сендер қастарда десем, понимаю. Хорошо. Жаңада мысалы рекламада тұрып қой, мен Айгүл су ішесің ба дедім, су беріп тұрсам, маған келіп андай бүйтіп не істеп көкіректігін көрсетіп жатыр да мысалы. И мен айтып жатырмын, неге деп жатсам, ол типа сен өтірік айттың деп жатыр да. Мен айтқам, хайп жасайық, шоу жасайық емес. Егер сізге қатты бой керек болса, маған 10 миллион төлейсің, сен мен шығып беремін дедім. Просто так зачем деп жатыр да маған бір нәрсені. Өмірде айтады, бір нәрсе істейтін болсаң, не делай это просто так дейді. Мысалы да, именно біреуге или ол саған қатты нежелательный адам болса. А если от души болатын болса, от души істеуге болады. Мен көрсеткен шығармын от души. Если не от души болатын болса, мен гонорарын төлейсің, шығып бере саламын, маған без разницы. Понимаете? Яғни сонда Дубайда болған әңгімелеріңіз жақсы татуласып кеткен жоқсыздар. Жоқ, Дубайда ол қалайсың, мынау кезекте Дубайда жүр қой деді. Сосын екінші рет сол жерде көрдім, болды. Маған ұнамаған нәрсесі. Звондап жатыр. Звондайды Айгүл, маған жаза берсе болады. Номерін ауыстырып онда. Потом. Сосын мына жерге келсек, Жігіттер, нүктесін мен жоқ болсам, келіп та тамақ берейін дедім. Мен аш жүрген балаға ұқсайын ба деген сияқты. Мен надо будет сен осы жерге тамақ бере саламын, надо будет, понимаешь? Давай, үй темесіз ғой, меқты бәрі лақтырады. Енді сен маған не үшін айтпасың, тамақ беремін деп. Жігіттер, жақсы. Айгүл, нүктесін қояйық мәселенің. Нүктесін Балауса ханым мына жерде жұптыққа иә деген кезімде негізі ол уже шешім қабылданып қойған, нүктесін сол жерде қойылып қойған деп айта аламын. Бағана Айда айтып жатыр ғой, типа мені кінәлап жатыр да енді опять тағы да ол саған үштік ұнап жатқан сияқты деп. Может, неге сен әділетті қорғап тұрсың? Сен мен бірінші рет айтып тұрмын да саған, неге сен әділетті қорғап тұрсың? Еще ол жақта ол басқа қызбен жүрді, неге ол айтылмайды? Біріншіден, екіншіден, может, маған емес әділетке осы ортаға кіріп маған қарай не алған ұнап қалған шығар. Может быть, неге сендер сол жағынан қарамайсыңдар? Неге опять-таки Айгүл өзі Бір сұрақ қойыншы сізге. Түсініп тұрмын, сөзіңізді аяқтағыңыз келіп тұр, бірақ сұрақ әділетті қара тізімге салып, мүлдем әділет туралы әңгіме айтылмауына сөз бере аласыз ба? Мен негізі өмірде Балауса ханым бір адамнан қашып, болмаса андай даже подпискадан отписка жасап. Бере аласың ба, бере алмайсың ба, соны айта салшы, болды. Созбай. Просто бере аламын, бере алмаймын деші, болды. Қиын ба? Жоқ, қиын емес негізі. Просто ондай нәрсе болмағанда мен өмірде бір адамнан қашу үшін деген сияқты ғой. Бірақ тоқтам қоя алмайсыз ба? Жоқ, тоқтам қоямын ғой, Балауса ханым. Осы жерде қойылды ғой, мен әділеттің өзіне айттым. Әділет, мен саған ішімде дым жоқ деп мен айттым ғой, әділет саған, дұрыс па? Білмеймін енді. Мен де ойланайын дедім. Не жоқ деген әңгіме жоқ, Жандос ортада, Жандос. Балауса ханым, бұл сыйлықтар Тәуіржан мен Айгүлге қолдаушыларынан хаты бар. Қолдаушыларыңыздан беріп жіберіпті. Үлкен рахмет көрерменге. Оқи қойыңыз. Тәтті жұбымыз Айгүл мен Тәуіржанға екеуіңізге тәтті ауыз тиіп, тәп-тәтті болып жұптарын жазылмасын, халықтың қуанышына бөленіп жүре беріңіздер. Біз сіздерді жақсы көреміз дейді. Рахмет, көп-көп, біз де жақсы көреміз сіздерді. Рахмет. Көрерменге рахмет, қашанда қолдап жүреді. Енді Айгүл, білмеймін. Менің ойымша жаңадан бері біздің көріп отырған картинаның барлығы, тіпті сіздер демалысқа барғанда да әділеттің артынан баруы, басқаның бәрін қойғанда Тәуіржанның уәжі сізге бар жасаған жақсылығынан кейін бір ауыз өтінішіне, бір нақты нүкте болмай тұрғанына түсіне алмай тұрмын. Не болды? Нүктені өзім қойыншы. Жоқ, Балауса ханым былай ғой, бағана... Не болды? Нүктені өзім қойым кеп тұр. Айтсаңшы. Ол біз дос болып араласамыз, ол черный списокқа салмайды. Сала алмайды. Қара тізімге салмайды, дос болып араласамыз. Сіз Айгүл үшін жауап бересіз ба? Өз жауап бересің. Бәлкім. Жоқ, жаңа Тәуіржанның... Жоқ, бұл әңгіме бітпейді. Енді бізде уақыт шектеулі, құрметті көрермен, біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Мүмкін Айгүл сол кезде жауабын береді.